амандық пен тыныштық болсын, қымбатты досым. Құдайдың ерекше махаббаты мен сүйіспеншілігіне бөленген Иса Масих сені жарлыққа баталасын. Аумин. Өйткені Исада сүйіспеншілік пен махаббат бар, мәңгілік өмір бар. Оны киелі кітап айтады. Мен көктен жерге түсемін дейді, және өзімнің шәкірттерімді көкке алып кетемін дейді. Амин. Сондықтан да мен сенемін, сен сол адамсың. Иса Масихтың сүйіспеншілігіне толған, оның махаббатына толған, толып қана қоймай, және сол сүйіспеншілікті басқа адамдарға беріп жүрген, бөлісіп жүрген адам деп мен сенемін. Амин. Бүгін мен Аян кітабы 19 тарау 4 аяттан оқығым келеді. 5 аяттан: мадақтаңдар Құдайымызды, күллі қызметшілер, оны дәріптей беріңдер, Тәңірімізді қастерлейтін ұлы күші барлығын дейді. Киелі кітаптың Аян кітабы 19:5-те жазады: мадақтаңдар Құдайымызды, күллі қызметшілер дейді. Кімге айтады? Сен мен маған. Біздер Құдайдың қызметшілеріміз. Аумин. Әрқайсымыз Құдайдың қызметшілеріміз. Енді біз не істеуіміз керек? Күнде Құдайға шүкіршілік айтуымыз керек. Алғыс жырлар айтуымыз керек. Оны әрқашанда мадақтауымыз керек, данықтауымыз керек. Мен әрқашанда айтамын сенушілерге, егерде сенің өміріне бір кішкене сынақтар келіп жатса, мен білмеймін сенің өмірінде қандай сынақтар бар. Бірақ та сенің өмірінде бір қиыншылықтар келіп жатса, сенің сенімін шайқалып жатса, бір мұқтаждарым болса өмірінде, Құдайды мадақтап дәріпте. Құдайға шүкіршілік ат, алғыс айт. Құдай өзінің уәдесіне берік. Мен бір куәлік естідім бүгін. Бір бауырымыз 4 ай бойы сахарный диабетпен ауырған, сахар ауруымен. Қатты қиналдым, қорқыныштар, үрей келді өміріме дейді, бақташы дейді. Бірақ та мен есімде, сіз бір уағызда айтқансыз, қуаныңдар, тағы да айтамын, қуаныңдар деп дейді. Мен сол кезде қатты күрестім өзіммен дейді. Не үшін қуануым керек? Бақташы жетіс әрқашанда қуаныңдар деп айтады деп. Сондықтан да ол айтады, мен әйда күресе бастадым дейді. Bir жағынан қуанғым келеді, екінші жағынан қайғырдым дейді. Күнде диета, күнде тамақтарды ұстануым керек дейді. Bir күні әйелі келіп оған айтқан: 2 жолды ұстаған адам Құдайдың патшалығына кіре алмайды деп айтқан бақташы. Давай Құдайдың сөзінде тұрайық. Егерде бақташы киелі кітапта жазылған қуаныңдар десе қуанайық. Құдай бізге саулық береді деп. Мен 2 ай бойы дейді Құдайға күнде қуандым дейді. Құдайым, осы күніме де шүкір. Мен сенемін Құдайым, менің қуанышым ұзағынан болады. Сен мені саулықтырасың, сен маған саулық бересің. Өйткені сен тірі Құдайсың деп. Сен айтқансың, қиналған уақытта шаттаныңдар, ән жыр айтыңдар, патшалығына Құдайдың жарлықайды деп. 2 айдан кейін дейді, маған өте жеңіл болды дейді. Мен күнде азанда ән айтып, қуанып, мадақтадым дейді. Сіздерге айтқым келеді, жақында бар тексерілсе, Құдай керемет зат жасаған. Сахары барлығы өз орнына келіпті. Білесіз бе, оны кім істеді? Әлбетте, оны Құдай істеді. Оны Құдайдың періштелері істеді. Өйткені киелі кітапта жазады: қуанышпен келсеңдер, не сұрасаңдар, мен соны ашамын дейді. Мына жерде де айтады: мадақтаңдар Құдайымызды, күллі қызметшілер, оның дәріптей беріңдер дейді. Құдайды шүкіршілік айтып, оның ұлылығын айта беріңіздер дейді. Тәңірімізді қастерлейтін ұлы күші барлығы дейді. Кім Құдайды Тәңір ием деп қабылдаған адам болса, солар қастерлеп Құдайдың есімін мадақтай берейік. Білесіңдер ме? Мадақтауда күш бар, мадақтауда жарылқау бар, қуанышта күш бар. Әзәзіл шайтан біздің қуанышымызды ұрлағысы келеді. Әзәзіл шайтан біздің тыныштығымызды ұрлағысы келеді. Әзәзіл шайтан біздің қуанғаннан гөрі бір-бірімізбен төбелесіп жүргенімізді қалайды. Бірақ та Құдай ол айтады: жоқ, мен сендер төбелеспеңдер, бір-біріңізді ренжітпеңдер. Керісінше әрбір іске кішкентай зайт болса да Құдайға шүкіршілік айтып қуанайық. Аумин. Құдайым сені жарлыққа баталасын. Иса Масихтың атымен сыйынамын. Аумин.